Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін Қазақстан тарих пәні өтетін сабақтың тақырыбы атлық шайқасы. Дәптеріңізді ашып, бүгінгі сабақтың тақырыбын жазып алыңыздар. Зерттеу сұрағы неліктен атлық шайқасын халықтар шайқасы деп атайды? Сабақтың мақсаты атлық шайқасы туралы мәлімет аласыздар. Атлық шайқасының маңызын талдайсыздар. Қарлық пен түргеш әскерлерінің ерлігін сипаттайсыздар. Өткен сабақтан сіздер не білесіздер? Көне түрік жазуларының тарихи маңызын сараладыңыздар. Білге қаған мен күлтегіннің мемлекетін нығайтудағы саясатын зерделедіңіздер. Ең алдымен оқушылар білімнің сайтын пайдаланып, атлық шайқасына байланысты бейнематериал көретін боласыздар. Атлық шайқас туралы не білесіңдер? Ол қай кезде болды? Бұл шайқас кімдер арасында болды? Оның тарихи маңызы қандай? Атлық шайқас туралы не білесіңдер? Қазақ жерінде құрылған ежелгі түркі мемлекетінің бірі Түргеш қағандығы. 8 ғасырдың ортасында Түргеш мемлекеті ыдырау кезеңін бастан кешіреді. Осыны пайдаланған қарлықтар қарлық қағанатын құрады. Бірақ түргештер мен Жетісудағы өзге де тайпаларға қытайлар мен арабтар ерекше қауіп төндірді. Атлық шайқасы қай кезде болды? 751 жылы Жетісуға шығыстан Тан империясының әскері баса көктеп кіріп, Түргеш астанасының бірі Суяпты басып алып, тас талқан етіп қиратады. Дәл осы кезде оңтүстіктен арабтар да түргештерге қарсы жорғын бастайды. Бұл шайқас кімдердің арасында болды? 751 жылы Тараз маңындағы Атлақ қаласында арабтар мен Қытай әскерлері арасында үлкен шайқас болды. Екі жақтан соғыс майданына 100 мыңнан аса жауынгер қатысты. 5 күнге созылған ұлы шайқастың тағдырын қарлықтар шешті. Соғыстың шешуші кезеңінде олар көтеріліс жасап, Қытайларға қарсы шықты. Қиян кескі шайқаста арабтар жеңіске жетіп, Қытай әскері толық талқандалды. Араб тарихшысы Ибн әл-Асырдың жазуы бойынша, шайқастың 5-ші күні ту сыртынан қарлықтар шабуылға шығып, нәтижесінде қытайлықтар жеңіліске ұшырады. Бұл шайқаста 50 мың қытайлық қаза тауып, 20 мыңы тұтқынға алынды. Атлық шайқасының тарихи маңызы қандай? Бұл тарихи жеңіс болды. Себебі осы шайқастан соң 1000 жылға дейін Қытай патшалығы Жетісуды басып алмақ ойынан бас тартты. Арабтар жеңіске жеткенімен бұл жерде ұзақ тұрақтай алмады. Біршама уақыттан соң олар Жетісу жерінен кетіп, түркі тайпалары қайтадан осы жердің иесі атанды. Атлық шайқасындағы жеңістің тарихи маңызы аса зор болды. Атап айтар болсақ, Орта Азия мен Қазақстан жеріндегі тайпалар өз тәуелсіздігін сақтап қалды. Қазақ даласына ислам діні таралып, ислам дінімен бірге араб жазуы мен араб мәдениеті енді. Түркілер ислам мәдениеті арқылы әлемдік мәдениеттің құрамдас бөлігіне айналды. Оған дәлел ұлы ғалым ойшыл әл-Фарабидің Аристотельден кейінгі екінші ұстаз атануы. Мұсылман ренессансының тағы бір ірі тұлғасы әлемдік медицина канондарының негізін қалаушылардың бірі көрнекті ғалым дәрігер Ибн Синаның болуы. Сонымен қатар Махмуд Қашғари, Жүсіп Баласағни, ислам дінін таратуға атсалысқан Ахмет Яссауи сынды ұлы ойшылдардың әлемге танылуы дәлел. Қазақтың зиялы өкілдері араб әліпбиін қолданып жазу жазды. Араб әліпбиі 1929 жылға дейін қолданыста болды. Исламды мемлекеттік дін ретінде мойындаған түркі халықтары біртұтас рухани, мәдени бірлікке қол жеткізу арқылы ұлт ретінде ұйысып, тұрақты, гүлденген мемлекеттерге ие болды. Оқушылар, бейнематериалды көріп аяқтадық. Ал енді қысқаша конспект оқыңыздар.
Окуучулар кыскача конспектте окуп болсаңыздар, тапсырма орындайык. Биринчи тапсырма: Атлык шайкасынын тарыхый маңызын ашатын деректерди белгиле. Окуучулар биринчи тапсырманы орундап болсак, экинчи тапсырмамызды орундайык. Экинчи тапсырма: Атлык шайкасы халыктар шайкасы деп аталган. Шайкаска катышкан 3 ири мемлекет аскерин тап. Окуучулар тапсырманы орундап болсак, бүгүнкү биздин сабак аякталды. Сау болуңуздар.